Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Өмір мектебі, 3-ші бөлім, алғашқы көмек. Балалар, сендер дәрігерлері мен медбикелері жоқ аурухананы көргенсіңдер ме? Бір кездері Израильде мұндай аурухана болған жоқ. Ол ауруханадан гөрі тоғанға көбірек ұқсайтын. Тоғанның 4 жағынан бағандары бар жабық галереялар болды. Тоған болса арасында өткелі бар 2 бөліктен тұрды. Сол жерде көптеген ауру адамдар жатты. Бірақ дәрігерлер оларды емдеген жоқ. Оларға алғашқы көмек көрсетілмеді. Жедел жәрдем де болған жоқ. Науқастар үнемі суға қарап отырды. Бұл жер туралы былай айтатын. Періште анда-санда қолын суға тигізеді екен. Ал кім суға бірінші секірсе, сол адам сауығып кетеді. Барлығының да сауығып кеткісі келді. Әсіресе бір ақсақ адам. Ол өзіне қажетті көмекті судан аламын деп үміттенді. Көзімді судан ала алмаймын. Міне, су шайқала бастады. Мен үлгеріп, суға бірінші болып секіруім керек. Әй, мен қайтадан үлгермедім. Мен ешқашан бірінші болып секіре алмаймын. Ол мұңайып, төсегіне жатты. Ол 38 жыл бойы Бетезда тоғанынан көмек күтті. Және ешқашан бірінші болып секіруге үлгермеді. Бірақ бір күні оның қасына бір адам келді. Сауыққың келе ме? Менің сауыққым келеді. Бірақ маған бірінші болып суға секіруге көмектесетін ешкім жоқ. Басқалар үнемі менен бұрын түсіп қояды. Орныңнан тұрып, төсенішіңді жинап алды, жүре бер. Ер адам орнынан тұрды. Ол сауығып кетті. Ине салмай-ақ және жарасын таңбай-ақ оған қажетті көмек көрсетілді. 38 жылдан кейін ол ақыры сауығып кетті. Қызық, оның сауығып кеткеніне басқалар қуанды ма? Сен не істеп жатырсың? Төсегіңді көтеруге кім рұқсат берді? Бүгін сенбі. Сенбі күні барлық іс-әрекеттерді істеуге рұқсат етілмейді. Тек демалу керек. Бірақ мені сауықтырған адам маған төсенішіңді жинап алды, жүре бер деді. Бұл кім болды? Мен білмеймін. Осыдан кейін мен оны көрмедім. Балалар, сендер оның кім екенін білесіңдер ме? Дұрыс, Тәңір Иса. Ол бәрінен де жақсы көмектеседі. Тек тәнге ғана емес, жанға да көмектеседі. Ол қуана көмектесіп, құтқарғысы келеді. Кейінірек Иса сол ер адаммен қайтадан кездесіп, оған жақсы кеңес берді. Енді сен саусың. Бұдан былай жамандыққа ұшырамауың үшін арамдық пен күнә жасама. Мен Исаның не туралы айтқанын түсінемін. Ал сендер ше, балалар? Жақында кездескенше балалар. Менің атым Әлия.